первом полусреднем весе до 63,5 килограмма. Нас ждет 6 раундов бокса. Рефери в ринге Дмитрий Ковальчук. И первым в синий угол приглашается спортсмен, который представляет город Кызылорда. Поприветствуйте, Алтай Кошамурат! Внимание, уважаемые дамы и господа, поприветствуйте его соперник Айтос Тастаев! Уважаемые дамы и господа, настало время познакомить вас с соперниками. Синий угол ринга спортсмену, 23 года. Рост его 183 сантиметра, вес зафиксирован на отметке 63,5 килограмма. И у него сегодня профессиональный дебют. Он представляет клуб «Казак Джангер» по прозвищу «Терминатор». Вот он, Алтай Кошамурат! Внимание, его соперник, красный угол ринга, ему 25 лет, рост его 178 сантиметров, вес 66,4 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед, и 4 из них он одержал досрочным нокаутом. Также имеется 6 поражений. Он представляет команду R12 Boxing город Актау по прозвищу Башен. Поприветствуйте, Айтос Тастаев! Мы желаем боксерам удачи. Внимательно слушаем команды. Команды выполняем. Ведем честный бой. Руки пожали по углам. Құрметті көрермен, бізде келесі жекпе-жек Айдос Тастаев және Алтай Кошамурат арасында өтеді. Внимание, первый раунд. Жалпы Айдос Тастаев, жаңа біздің әріптесіміз Давид атап өткендей, 5 жеңісі бар және 6 жеңілісі бар. R12 боксингтің атынан өнер көрсетеді. Жалпы бұған дейінгі жеңілген жекпе-жектеріне қарайтын болсақ, әлсіз қарсыластармен шықпаған. Мысалы, Рахат Сейтжан, Жолдаш Еңгізов секілді енді біршама қазіргі уақытта әуесқой бокстағы, кәсіпқой бокстағы мен деген боксшылармен жұдырықтасқан. Ал Алтайға келетін болсақ, Алтай қызылордалық боксшы, жалпы базасы бокс болғанымен әуесқой ММА-да өнер көрсеткен. Бүгін кәсіпқой бокстағы дебютін өткізіп отыр. Айдос Тастаев өзінің соңғы жекпе-жегін Өзбекстанда, Ташкент қаласында Мұхамеджан Бобоевқа қарсы өткізіп, 8 раундтық жекпе-жектің 2-ші раундында нокаутпен жеңіске жеткен болатын. Айдостың қазір артқы қолымен жасаған соққысы өтті, байқасаңыздар. Солақай. Айдос негізі солақай болып та, оңақай болып та жұмыс жасай береді. Мінекей, бұл жерде қазір соққының ауырлығынан, Алтай тізесін көтеріп жіберді. Негізі Айдостың соққысы өте ауыр, өйткені біз оның көктемдегі Ақтау қаласындағы Адал промоушнның ұйымдастырған бокс кешінде әзірбайжандық Хусейн Алиевті қалай ауыр нокаутқа жібергенін жақсы білеміз. Сондықтан бүгін Айдостың тарапынан нокаут күтуіміз әбден мүмкін. Айдос жалпы бұл жекпе-жекте фаворит, қанша дегенмен тәжірибесі баршылық. Рекорды 5-6 болғанымен, рекордқа енбей қалған біршама жекпе-жектері бар екенін айта өтейік. Басымдық Айдоста. Алтай енді дебюттік жекпе-жек болғаннан кейін кішкене қарсыласы сәл ауыр болып жатқан секілді. Алдыңғы қолмен жасалған соққылар Айдостың тарапынан.
Алтай әуесқой боксы өнер көрсетпеген. Бұл жерде міне қазір ішке бағытталған соққыдан Алтай әрмен қарай жалғастыра ала ма жекпе-жекті? Жалғастыра алмайтын секілді бұл соққы. Жоқ, жалғастыра алмайды. Мінекей осылайша Айдос Тастаев бірінші раундта қарсыласының жекпе-жекті әрмен қарай жалғастыра алмауына байланысты жеңіске жетті. Олжас, Айдосты жалпы қалай бағалайсың? Согласен с тобой насчет того, что Айдос был фаворитом в этом поединке. Все как-никак он провел 11 поединков, 5 из них победил, 4 из них он одержал победу нокаутом. С самого начала поединка была видна разница в опыте. Айдос спокойно работал, никуда не спешил, выцеливал свои удары. А со стороны Алтая Кожамурата была заметна такая суета, я бы сказал. Уважаемые дамы и господа, в первом раунде на 2 минуте 55 секунде победу нокаутом одержал Айдос Тастаев. Аплодисменты его сопернику Алтай Кожамурат.